тұрсамыз бір кішкентай баланың несі дәптері сияқты болып кеткен. Соған мен ұяламын шын айтамын. Басқа мемлекеттен бізге қазір адамдар хабарласып отыр. Нұрсұлтан деп күліп отыр. Сол күлкілі жағдай бар. Қазақстан деген атыңыз бар. Ертең Нұрсұлтан деген атыңыз болып кетсе, сол ұнай ма сізге? Бір адамның атауы. Ертең менің ұлтым жойылып кететін шығар, Нұрсұлтан болып кететін шығар мен ойлаймын. Бір қазақ па, қазақ болып қалды ма, қазақ болып қалыптасу керек. Әрбір атты қазақ халқы дұрыстап қояды. Мыңдаған жылдардың есебімен қояды. Сығанақ қаласы болған, Отырар қаласы болған, Тараз қаласы болған. Мысалы, неге басқа аттарды өзгертпейсіздер? Павлодар қарайды. Павел дарит имя дегеннен шыққан ол. Романовтардың кезінде. Петропавл мысалы, Петр Павел. Неге сол қалаларды өзгертпейсіздер? Қазақтың әдемі Астана деген ат болды. Елдің бәрі қолдады соны. Петропавл, Павлодар, сондай. Каменогорск деп елдің бәрі айтады. Зыряновск деп айтады. Өскемен деп неге айтпайды? Павлодар деп, Кереку деп неге айтпайды? Қызылжар деп неге айтпайды? Қостанай дейді елдің бәрі. Ақтөбе дейді мысалы. Соның бәрі неге дұрыстап қарамайды? Нұрсұлтан деген мысалы, сіз де қарсыз, бірақ сіз оны айта алмайсыз. Сіз де қарсыз, сіз де оны айта алмайсыз. Ешкім оны айта алмайды. Өйткені халықтың дауысы жоқ. Халық бейшара бір құл болып кеткен халықпыз. Ол